Эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Жұлдыз Төлеу, армысыздар. Бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңаөзен мұнайшылары ереуілдерін тоқтатқанымен олардың талаптары толық орындалмай қалды. Қоғамдық бірлестіктер полицияның белсенді азаматтарға қатысты қолданып келген амал тәсілдеріне қарсы күреспекші. Нұр Отан партиясының аймақтық басшылары сынға ұшырады. Енді осы және өзге де тақырыптарды толық баяндаймыз. Жаңаөзен мұнайшыларының 5 күнге созылған ереуілі тоқтады. Өзенмұнайгаз компаниясы кәсіподақ белсендісі Таған Қашановты сотта қорғауға уәде берді. Жұмысшылар мен кәсіпорын басшылығы арасында түннің 1 уағына дейін созылған келіссөздер осындай нәтижемен аяқталды. Кәсіподақ белсендісі Таған Қашановты полиция есірткі сақтады деген күдікпен қамаған соң бұл қасақана ұйымдастырылған жала деп ұйғарған жұмысшылар әріптестеріне ынтымақтастық танытып ереуілге көтерілген. Талаптары Қашановты босату. Жексенбі күні өткен сот отырысында Қашановты абақтыдан үйқамаққа ауыстыру туралы шешім шығарылып, жұмысшылар ол толық ақталмайынша наразылықтарын жалғастыра беретіндіктерін мәлімдеген. Алайда бүгін наразылық акциясы толығымен тоқтап, мұнайшылар жұмыс орындарына қайтты. Компаниямен екі жақты келісім бойынша ереуіл күндері еш болған уақытқа еңбек күн жазылмайды. Ал Тағанды қорғау үшін Өзенмұнайгаз өз қаржысына адвокат жалдайды. Бұл туралы ереуілші топтың өкілдері айтты. Бір келісім келдік, адвокатты бәрі өздері Астанадан тауып беретін болды, жалдап ақшасын бәрін көтеретін болды. Бірақ мына тұрған күндерімізде бізге ақша төленбейді. Дегенмен Таған Қашановтың өзі кәсіпорын тағайындаған адвокаттан бөлек өзіне сенімді қоғамдық қорғаушы алғанды жөн деп есептейді. Өйткені Жаңаөзендегі соңғы оқиғалар жұмысшылардың өздерін екі жікке бөліп тастады. Жаңаөзендік мұнайшыларды сабасына түсірген жайдың бірі Қашановтың мүддесін сотта қоғам өкілі ретінде беделді кәсіподақ белсендісі Мұхтар Үмбетовтің қорғайтын болып шыққаны. Осыдан бірнеше жыл бұрын қуғынға ұшыраған Үмбетов сол кезде көрсеткен көмек үшін Қашановтың алдында қарыздармын дейді. Мен ол жерде не болғандығын айта алмаймын. Іспен толық таныспай бір нәрсе айту қиын. Ол маған хабарласты, мен оны қорғаймын деп келісімді бердім. Мен бір кездері өзімді, отбасымды қорғаған адамды қорғап шығуым борышым деп санаймын. Жаңаөзендегі жұмысшылар қауымының барлығы Қашановты жақтап отырған жоқ. Мұнайшылардың бірқатары қудалауға ұшырағаннан қорқады. Журналистер сұрақтарына жауап беруден қашқақтайды. Жұмысшылардың өз арасындағы келіспеушіліктер кейде төбелеспен аяқталып жатады. Содан зардап шегушілердің бірі электрші Бақсиық Дәулетовтың мұрны сынып ауруханаға түскен. Мен ол ешкімге ештеңе деген жоқпын. Ол балаңды ешкім мүгедек қылам, жұмыстан шығартам дейді. Шағымдандым, әлі қамауда жүрген жоқ, бостандықта жүр. Тарт қолыңды Тахирдан. Қарағанды қоғамы осындай ұранмен Кеншілер отбасы қоғамдық бірлестігінің төраға орынбасарын қорғауға кірісті. Әзірге олардың бірінші жеңісі облыстық психотерапиялық диспансерден Тахир Мұхамедзияновтың тіркеуде тұрмағаны жөнінде анықтама алуы болды. Анықтама бойынша оппозиционердің есі дұрыс, дені сау. Осынау істе Кеншілер отбасы бірлестігімен тіркелмеген Алға партиясының облыстық белсенділері тізе қосыпты. Керек құжатқа қол жеткізген белсенділер енді құқық қорғау орындары қолданған әдіске азаматтық қарсылық білдіретін компания құрмақ. Сондай-ақ Кеншілер отбасы бірлестігінің қорғау мақсатында қол жою жоспарлануда. Ұйымдастырушылар Тахир Мұхамедзияновқа қатысты жайт солардың ісі дегенге сенімді. Есте болса, қазан айының ортасында белгісіз біреулер Мұхамедзияновтың автокөлігін жарып жіберген еді. Ал өткен демалыс күндері полиция жедел жәрдеммен есі дұрыс емес деп психотерапиялық ауруханаға алып кетпек болған. Біреулер біздің ұйым жұмысына кедергі жасағысы келеді. Бар жауапкершілікті мойныма ала отырып, тек қана жемқорлар дей аламын. Құрамына атқарушы билік пен құқық қорғау органдарының кейбір өкілдері кіреді. Соттар мен дәрігерлер, сол сияқтылар. Яғни шетелдік ArcelorMittal теміртау компаниясының қолынан нан жеп отырғандар. Сондай-ақ ақша толы амианға бола, кеңше еңбегін соңғы демі қалғанша пайдалануға дайын жандар.
Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті жақындаған сайын әлеуметтік наразылық шаралары көптеп төбе көрсете бастады. Бүгін үкімет үйінің алдына ардагерлер жиналды. Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдарын жоюға қатысқандар өздеріне арналған заңды қайта қарап, бұрынғы жеңілдіктерді қайтаруды талап етіп отыр. Олар мәлімдемесін үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің кеңесіне тапсырды. Қазақстанның әр түкпірінен келген Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдарын жоюға қатысқандар үкімет үйінің алдына жиналды. Талап тілектері 11 жыл бұрын алынып тасталған өздеріне тиесілі әлеуметтік көмекті заң арқылы қайта қарастыру. Бүгінде 30 мың теңге жәрдемақы алатын ардагерлер Ресей тәжірибесіне назар аудартуға тырысты. В России отдельный закон есть для чернобыльцев. Ресейде чернобыльдіктерге қатысты жеке заң бар. Мемлекет оларға шамамен 400-ден 700 долларға дейін жәрдемақы төлейді. Олар ештеңеден тарлық көрмей емделе алады. Жеңілдіктердің барлығы қарастырылған. То есть у них еще все льготы остались, которые на сегодня есть. Саммит қарсаңында бас көтергендердің бірі бас қаланың шеткері аудандарындағы жекеменшік үйлердің тұрғындары. 1988 жылдан бері пәтер кезегінде тұрған Марина Майвальд Нұр Отан мен қала әкімдігі табалдырығын тоздырудан шаршағандығын айтады. Ендігі үміті алдағы айда өтетін Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті. Назарбаева будет области. Желтоқсан айында Назарбаев саммит өткізеді. Жаңа пәтер бермейтін болса, соған дейін жетем. Что такое ванна, туалет? Ал баспана бақыты жолында жиған терген үй құрылысына сап, сан соғып қалған үлескерлер билікпен беттескелі қай заман. Пәтер құқығы жолындағы пәтуасыз күресте барлық қадамдарға барған олар бүгінде ұзақ мерзімді аштық шарасын өткізуде. Жазда басталған наразылық акциясы алдағы саммитке дейін созылмақ. Барлығының айтуларынша, айтулы шараға дайындықтан бас көтере алмай жатқан биліктің халықпен жұмысы жоқ. Есесіне өздері саммитті пайдаланып, айдай әлемге базыналарын жеткізіп қалмақ. Берік Дүйсенбай, Самат Орынбаев, Талап Жакупов, Астана, Қазақстан. Судьялардың өздерін соттау керекте мәлімдеді бүгін заңгер Игорь Огай. 6 жылдан артық уақыт сот табалдырығын тоздырып, әділдікке жете алмадым деп айтқан ол шетелге көшуге бел шешкендігін жариялады. Игорь Огай 2005 жылы Эльвира Хайлудаева деген азаматшаға 300 мың ақш долларын қарызға беріп, кепілдікке оның 4 бөлмелі пәтерін алғанын деп мәлімдеді. Екі тарап арасында заңды түрде келісім шарт бекітілді дейді ол. Огайдың айтуынша Эльвира Хайдулаева оның пәтерін тонап, мал-мүлкінен айырған. Хайдулаеваның үстінен қылмыстық іс қозғалғанмен ешқандай нәтиже бермепті. Игорь Огай Эльвира Хайдулаеваның жұбайы Тайыр Хошниязов істі қараған судьяларға пара беріп, істің бір жақты шешілуіне ықпал етті деп мәлімдеді. Огай айыпталғандардың қатарында бүгінгі күндері жоғары лауазымды бірнеше сот шенеуніктері бар. Алайда ол өз айтқандарын дәлелдей алатын еш бір ресми құжат көрсетпеді. Игорь Огай енді ақш-қа көшуді жоспарлап отыр. Ол үшін аталған елден азаматтық баспана сұрапты. Сот жүйесіндегі жемқорлықта шек жоқ. Менің қолымда қандай судья қанша пара алғандығы жазылған арнайы кітапша бар. Бұл бақта жарияланған еді. Соның салдарынан мен қуғынға ұшырадым. Маған, менің жаныма қоқандыққа көрсетілуде. Әділеттік деген бұл мемлекетте мүлде жоқ. Су тасқынынан зардап шеккен Қызылағаш ауылында жаңа үйлердің жарыла бастауы Нұр Отан партиясының аймақтық өкілдеріне сын болып дейді. Билік партиясының кеңсесінде әсіресе облыстық филиалдардың жұмысы сынға ұшырады. Басшылық партия мүшелерін жауапқа тартуға шақырды. Әсіресе Алматы облысындағы нұротандықтарға көпсін айтылды. Партиялық бақылау комитетінің басшысы бұрын Рахымбековтың сөзіне қарағанда құрылған комиссия осы көктемде су тасқындарынан зардап шеккен Қызылағашта салынған үйлердің сапасын қадағаламаған. Жаздай тұрғызылған үйлерді басым бөлігі қазіргі күндері сызат бере бастаған. Шатырлары су жіберді. Қызылағаштықтар қызықтың көкесі қыс келісімен басталады деп қорқады. Бұл ауылдағы 400-ден астам құрылыс нысанын 40-тан астам фирма жүргізген болатын. Рахымбеков жауапты шенеуніктерді мердігерлер мен билік партиясының мүшелеріне жауапқа тартуға шақырды. Олар тікелей премьер-министрге шығу керек. Кім сіздерге тыйым салады? Ар жерде біз электронды үкімет арқылы жұмыс істейді деп мақтап жүрген министрлерге шығуға кім тыйым салды? Әр қайсысының блоктары бар. Оларда мәлімет беруді талап етіңдер. Мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту керек. Ол қажет шара. Бүгін Астанада Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының қатысуымен өткен дөңгелек үстелде мемлекеттік ақпаратты реформалау барысы мен басым бағыттары талқылады.
Бұл мәселені шетелдік сарапшылар Қырғызстан тәжірибесіне сүйене отырып талқылады. Олардың ойынша мемлекеттік аппараттың іште іріп жүруі салдарынан көрші елде төңкеріс болып, билік инфрақұрылымы бұзылды. Мұндай оқиғаның Қазақстанда орын алмауы үшін Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері қазақстандық мемлекет қызметкерінің ой-санасын өзгерту керек дейді. Ол өзі үшін емес, мемлекет мүддесі үшін қызмет жасап жатқанын түсініп, жұмыс сапасын арттыруға ұмтылу керек. Ал әзірге Қазақстан басқа жолды таңдады дейді олар. Осы айда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1 қарашадан бастап 26 мың мемлекеттік қызметкерді қысқарту туралы жарлыққа қол қойды. Сарапшылардың пікірінше жұмыстан бәрін бірдей емес, тек өз міндеттерін нашар атқарып отырғандарды босату керек. Мен мемлекеттік қызмет сапасын көтеру керек деген пікірдемін. Қысқарту болады. Оны бәрі де түсіне бастады. Әсіресе мемлекеттік қызметкерлер. Әрине біз кімдер қысқартуға жатады. Былайша айтсақ, нашар қызмет атқаратындардың қысқаратынын түсіндіруіміз керек. Өзге де тақырыптар жөнінде. Қазақстан қор биржасы шетелдік инвесторлардың қызығушылығын арттырып отыр. Алайда отандық компаниялардың акцияларын ірі шетелдік инвестор Лондон биржасы арқылы да сатып ала береді. Ал Қазақстан қор нарығында отандық инвесторлар ғана ойнайды. Ірі капиталдың басқа базарда саудаланып, одан түсер табыстың сыртта қалып жатқаны Алматы өңірлік қаржы орталығы қызметін реттеу агенттігі үшін қалыпты, әрі ыңғайлы көрінеді. Бұл туралы орталық басшылары өткізген баспасөз мәслихатында белгілі болды. Өткен 3.90-ның есебін беруге арналған баспасөз мәслихатында қаржы орталығының жеткен жетістіктері мен алдағы жоспарлары сөз болды. Жетістіктер қатарында түрлі экономикалық өлшемдер бойынша пайыздық өсу орын алғандығы аталды. Қор биржасында акция сатып алушылар арасында жеке тұлғалар саны былтырғымен салыстырғанда 2 еседе арта түсіп, 36,4%-ға жеткен. Сондай-ақ Қазақстан ислам қаржы жүйесіне ене бастады. Елде ислам банкі пайда болды. Отандық қор биржаларындағы акциялар саудасына шетелдік инвесторлар да қызығушылық танытқанымен, қазақстандық қор нарығында олар сауда жасалмауы мүмкін дейді мамандар. На самом деле есть две точки зрения. Екі көзқарас бар. Бірі жергілікті инвесторлар Қазақстанда, ал шетелдіктер Лондонда ойнайды. Яғни екі нарық бірін-бірі қолдайды. Екінші жағынан біздің акциялар лондондық биржаға шығар болса, жаһандық инвесторларға бізге келіп керегіне, олар сол жақтан сатып алады. Мен бұны толықтай қолдаймын. Бүгінге осы, ертеңге дейін сау саламатта болыңыздар.